Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып үндестік заңы, буын үндестігі, дыбыс үндестігі. Үндестік заңы түбір мен қосымшаның және сөз аралығындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал жасап, өзара үйлесіп айтылуы үндестік заңы деп аталады. Үндестік заңы буын үндестігі және дыбыс үндестігі болып екіге бөлінеді. Буын үндестігі дауысты дыбыс буын құрайтын болғандықтан, сөздегі сөз бен қосымшалардағы дауыстылардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үндесуі буын үндестігі деп аталады. Жуан буын және жіңішке буын болып бөлінеді. Жуан буын сөздің соңғы буыны жуан болса, келесі буын да жуан болады. Мысалы, балалар дегенде, бала деген түбір сөзде жуан болып тұр, лар деген жалғау да жуан болып тұр. Ары қарай ойда, оқушы, қалада, атаға. Келесі жіңішке буынды қарастырсақ, сөздің соңғы буыны жіңішке болса, келесі буыны да жіңішке болады. Мысалы, әжеме, ініге, әнші, үйде, өнерде. Ал енді буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды қарастырайық. Мысалы, көмектес септік жалғауы, мысалы, баламен, қонақпен, асанмен, халықпен. Екіншіден мінекей нікі, дікі, тікі, тай, тал, дар, еке, тар. Енді мысал келтірсек, мысалы, даланікі, әкетай, діндар, басеке, өсімтал. Яғни мысалдарда айқын көрсетілген. Келесі үшіншіден бей, би, кер, гер, қор, паз, қой, кеш, хана, кес қосымшаларына мысал қарастырсақ, мысалы, бейшара, балгер, жемқор, әсемпаз, сәнқой, емхана, жұмыскер, зиянкес. Ары қарай төртіншіден ов, ова, ев, ева, ина қосымшаларына мысал келтірсек, мысалы, Әуезов, Жұмабаев, Сейфуллин, Жұмағазина. Енді дыбыс үндестігін қарастырайық. Сөз бен қосымшаның жігінде немесе сөз бен сөздің аралығында дауыссыз дыбыстардың бірін-бірі өзіне ұқсата әсер етуі дыбыс үндестігі деп аталады. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал түбір менің қосымшаның немесе сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың алдыңғысының кейінгі дыбысқа әсер етіп өзіне ұқсатуы. Кейінді ықпал түбір мен қосымшаның немесе сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың соңғысының алдыңғы дыбысқа әсер етіп өзіне ұқсатуы. Тоғыспалы ықпал сөз бен сөз аралығында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ілгерінді кейінді ықпал етуінің нәтижесінде екеуінің де өзгеріске ұшырауы. Енді ілгерінді ықпалды қарастырайық. Біріншіден сөздің соңғы дыбысы дауысты, не үнді, не ұяң дауыссыз дыбыстардың бірі болса, дауыссыздан басталатын қосымшаның бірінші дыбысы не үнді, не ұяң болады. Екіншіден, сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, не сөз Б, В, Г, Д дыбыстарының біріне аяқталса, оған қатаң дыбыстан басталатын қосымша жалғанады. Үшіншіден, біріккен сөздердің сөз тіркесінің алғашқы сыңары қатаң болып, соңғы сыңары ұяңнан басталса да, ол қатаңға айналады, бірақ жазғанда түбірі сақталады. Төртіншіден, біріккен сөздердің сөз тіркесінің алғашқы сыңары дауыстыға, не үндіге, не ұяңға аяқталып, екінші сыңары қатаң дыбыстан басталса, айтылуда қатаң дыбыс ұяңданып естіледі, бірақ жазғанда түбірі сақталады. Мінекей мысалдар келтірсек, балалар, қарлы, сосын келесі столбикте отпен, клубта, педагогте, коллективті, Ленинградқа. Сосын ары қарай мінекей қонысбек деген, сосын жаңа қорған деген мысалдарды қарастырсақ.
Енді кейінді ықпалды қарастырайық. Сөздің соңғы дыбысы қатаң п, қ, к болып жалғанатын қосымша дауыстыдан басталса, олар ұяң сыңарларына айналады. Кейде п дыбысы уға айналады. Мысалы, күрегі, добы, тарағы, тебу. Келесі сөздің соңғы дыбысы н болса, жалғанатын қосымшалар қ, ғ, г, б, п дыбыстарынан басталғанда н өзгеріп, н, не, м болып айтылады. Бірақ жазғанда түбір күйі сақталады. Мысалы, жанпейіс, жанболат. Келесі түбірдің соңғы с, з дыбыстарының бірі ш дыбысының алдынан келсе, олар айтылуда ш дыбысы болып естіледі. Мысалы, асшы, колхозшы. Келесі түбірдің соңғы з болып одан кейін с, ж дыбыстарының бірі келсе, з дыбысы с дыбысына не ж дыбысына айналады. Мысалы, тұз сал, жаса, боз жігіт. Тоғыспалы ықпал сөз тіркестерінің біріккен сөз сыңарларының аралығындағы көршілес дыбыстардың бір-біріне қатар ілгерінді, кейінді де әсер етіп, екеуінің де басқа дыбысқа ауысуын тоғыспалы ықпал дейміз. Айтылуы және жазылуы. Айтылуы досжан, жанқожа. Мысалы, жазылуы досжан, жанқожа. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.